Ассалаумағалейкум, қадірлі оқырмандар. Сіздермен жүздескенімізге өте қуаныштымыз. Бүгін біз осы пайғамбар педагогикасы кітабының ішіндегі бір мысалды талдап көрейік. Бәрімізге мәшһүр, бәрімізге белгілі бір оқиға бар. Ол оқиға құрма оқиғасы аталады. Күндердің бір күні бір бала мәдиналық бір кісінің құрма бағына барып, таспен атып, башқаның кішкене зиян тигізіп, құрма алып жеп жатқан жерінен оны сол бақтың иесі ұстап алады. Ұстап алады да, мен сені қазір жазалатамын деп, жаңағы баланы сүйрелеген күні пайғамбарымыздың алдына алып келеді. Сол кезде бала өзі әрине кішкентай бала, жаңағы бір нашар жұмыс үстінде ұсталып қалды. Баланың түрі бұзылып кеткен, өңі бозарып кеткен, қорқынышпен кәдімгідей аяқ-қол дірілдеп, пайғамбарымызға алдына келгенде сондай өте бір өзін жайсыз сезінген қалыпта тұрады. Содан пайғамбарымыз келген кезде сонда жаңағы болған кісілер айтады, біріншіден балаға қарап күлімдеп қарады дейді. Күлімдеп қарап, одан кейін не жағдай болғанын сұрады дейді. Жаңағы көргісі болған жағдайда айтты, мына бала осылай ұрлық жасап, менің бақшама зиянын тигізіп, менің құрмамды ұрлап жеді, жазасын беруін сұраймын деген сияқты жаңағы өзінің талабын айтады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол жымиған қалпында сәл кейіп дейді, баланың деңгейіне түсіп, баланың көзіне мейіріммен, сондай жылылықпен қарап тұрып, балам, не үшін олай істедің деп өте бір жұмсақ дауыспен сұрады дейді. Сол кезде жаңағы пайғамбарымыздан ешқандай бір қауіпі жоқ екенін көрген сезінген бала өзіне өзі келіп, осылай қарным ашып еді, қарным ашқаннан кейін құрма жегім келіп осылай істеп едім деп жаңағы өзінің әрекетін мойындады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, балам, егер қарның ашса, осы кісіден сұрап жесең де болатын еді. Яғни ешқандай зиян тигізбей, рұқсатпен сұрап алу келгенің жақсы болған еді. Бұдан кейін сөйте ғой, жақсы ма деп жаңағы жерде баланың басшылығында сол жақсы іске шақырып, сол жерде сондай бір уәдесін алды. Сөйтті да жаңағы жерде баланың басынан сипап, өзіне жақын тартып, одан кейін жаңағы алақанын жайып дұға жасады дейді. Сол бала үшін Алла тағаланың жақсылығын, берекетін тілеп, дұғасын жасап, басынан сипап, жақсы жолын болсын деп шығарып салды деді. Оқиғаның қысқаша мазмұны осындай. Тағы да бір детальдары бар. Оны жаңағы өздеріңіз кітаптан оқи жатасыздар. Енді бұл жерде біз нені көріп тұрмыз? Бірінші кезекте көзге түсетіні пайғамбарымыздың ол кісіге Алланың елігіне сәлем болсын даналығы. Ол кісінің шын мәнінде адамзат баласына мейірім ретінде жіберілген пайғамбар екенінің бір нақты дәлелі көрдік. Бірінші осыны көреміз біз. Жақсырақ баламен қарым-қатынасында біз нені көрдік? Балаға қатысты қандай қарым-қатынас жасады? Бастаған кезде педагогиканың қандай тәсілдерін қолданды ол кісі? Деген кезде біріншіден қараңыздаршы, өзі қорқып тұрған баланың көңілін орнына түсіруді жүзеге асырды ол кісі. Қалай? Көре салған кезде күлімсірей қарап, балаға жылы жүзбен қарап, сен қорқатын ештеңе жоқ, мен сен қорқатын адам емеспін, менен саған ешқандай да бір жамандық шықпайды дегенді жүзімен, түрімен, күлкісімен, өзінің эмоциясымен білдірді. Біріншіден. Екіншіден, баланың деңгейіне түсіп, төмендеп, жоғары төбесіне қарап тұрып сөйлескен жоқ. Баланың деңгейіне түсіп төмендеп, көзін қадап тұрып, тағы да күлімсіреп, сұрақ қойды дейді балаға. Яғни, бүлінген жағдайдың, болған жағдайдың не үшін олай болғанын, баланың неге олай істегенін, баланың былайша кезде жан дүниесіндегі құбылысты, баланың санасындағы түсінікті білу үшін балаға сұрақ қойды. Сол кезде бала не үшін олай істегенін жауап айтып берді. Енді баланың жауабын естігеннен кейін, мән-жайға қаныққаннан кейін, пайғамбарымыз ашқан кезде мәселенің екі жағына да қарады да, бірінші құрманың иесінің айтқан сөзін тыңдап алды, оқиғаның қандай оқиға болғанын. Екіншіден, бала тарапынан ол оқиға қалай қабылданды, бала не үшін олай істеді, оны да біліп алды. Яғни бір мәселеге бірнеше қырынан қарады. Бір жақтан ғана қараған жоқ. Содан кейін оны түсінгеннен кейін енді баланың қате ісін түзетуді жүзеге асырды. Оны қалай жүзеге асырды? Сол балаға өзі істеген, өзі ұнатқан дүниені қандай жақсы жолдармен істеуге болатынын түсіндірді. Және ана баланың істеген қате ісінің дұрыс баламасын көрсетті. Соны үйретті. Яғни біз үйде балаларымыз бір нәрсе бұзып қойған болса, егер пайғамбарымыздың осы өнегесін біз пайдаланатын болсақ, мысалға, қабырғаны сызып тастады дейікші, бала болғаннан сызып ойнағысы келеді ғой. Сол кезде біз көбінесе не қыламыз? Ренжуіміз мүмкін, ашулануымыз
тіпті кейбір ашуы күшті кісілер жаңағы таяқтауды тәрбиелеп түсінетін кісілер баласын ақырын май шәугілегіне салып қалуы мүмкін деген сияқты неше түрлі тәсілдерді қолданады сол бір оқиғаға қатысты. Ұрысуы да мүмкін, ақыл айтуы мүмкін отырғызып алып. Бұдан кейін оны істемеуі де мүмкін, бірақ ертесі күні оны қайталайды бала. Бала деген сөздің бір өзіне ұнатқан дүниесін қайталай береді. Ал пайғамбарымыздың тәсіліне салатын болсақ не істеу керек? Жаңағы не үшін олай істегенін сұрап, сурет салғым келді дейді мысалы бала. Не үшін олай сыздың десе, сурет салғым келді дейді. Ендеше баламасын қалай ұсынамыз? Бала, мен саған мынандай плакат немесе сурет сызып ойнайтын заттар бар ғой, төртбұрышта өшіріп кете беретін. Сондай дүние алып келіп, міне балам, егер сурет салдым десе, міне мынаумен сала қой деп жаңағы істің баламасын түсіндіретін болсақ, біздің баламыз бен ата-анасының арасындағы жылулық, қарым-қатынас өзінің жүргесімен жүре беретін болады. Арадағы мейірім, махаббат, түсіністік, сенімділік арта беретін болады. Ал енді бүріске жазалауға басатын болсақ, басқа нәтиже шығады. Содан кейін ең соңында не істеді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Баланың басынан сипап, балаға дұға жасады, жақсылық тіледі. Сөйтіп баланың көңілін толық орнына түсіріп, баланың көңіліне, жүрегіне қуаныш сыйлады. Қазақша айтқан кезде бата беру арқылы, үлкендігін көрсету арқылы балаға қуаныш сыйлады. Қиын жағдайдан келіп тұрған баланы қуанышпен шығарып салды. Былай қарасаңыз, таспен аттанды, аспен ат деген мәтеліміз бар ғой. Сол мәтелдің де көрінісі деп айтуға болады. Қорқып келген адамға қуаныш сыйлап шығарып салды. Міне бұл пайғамбарымыздың, ол кісіге Алланың елімен сәлем болсын, шын мәнінде сол пайғамбар екенінің бір дәлелі. Бірақ ол кісі бізге өнеге болғандықтан, біз де шамамыздың жеткенінше тек қана балаға қатысты қарым-қатынаста ғана емес, үлкендермен болған қарым-қатынаста да осындай бір қиындықпен келген, алдымызға бір қысылып келген, қорқып келген адамдарға дұрыс бағыт беріп, кеуделеріне, жүрегіне қуаныш сыйлап, шығарып сала алсақ, онда біздің шын мәнінде пайғамбардың үмбеті болғанымыз, шын мәнінде мұсылмандықты түсінген, қазақылықты түсінген бір азамат болғанымыз. Енді айта берсек, бұл жерде тағы бір нәрсе бар екен, пайғамбарымыз баланың басынан сипат деді ғой. Қазіргі психолог ғалымдар айтып отыр, бала дейді, сипау, денесін ұстау, сол арқылы адамның үлкендердің бір мейірімін, махаббатын сездіруді өте жақсы көреді. Сол үшін күніне балаларыңызбен бірнеше мәрте құшақтасып тұрыңыздар, балаларыңызды құшақтап тұрыңыздар дейді қазіргі психолог ғалымдар. Оның бәрін зерттеген. Баланың денесінде қандай өзгерістер жүреді, миында қандай өзгерістер жүреді, оны құшақтаған ананың, әкесінің бойында қандай өзгерістер жүреді. Соның барлығын зерттеген ғалымдар айтады, осы мейіріміңді дейді тек қана көзбен емес, тек қана сөзбен емес, осы денеңмен білдіру. Денеңмен былайша кезде өзіңнің сүйіспеншілік махаббатыңды сездіру кез келген адамды жайлы күйге түсіреді дейді. Кез келген адамға бақыт сыйлайды. Ал балаға тіпті керемет бір рахат сезімін сыйлайды. Соны да бұл жерде пайғамбарымыз бізге көрсетіп отыр. Мінекей, осылай әрбір болған оқиғаны, пайғамбарымыздың балаларға қатысты болған оқиғаларындағы бір мән, мағынаны, тәсілдерді талдайтын болсақ, осындай үлкен бір қазыналарға жолығамыз. Бүгінше әңгімемізді осы жерде тоқтатайық. Бұл хадиске қатысты басқа да айтылған түсіндірмелер болса, оны осы пайғамбар педагогикасы деген кітаптан өздеріңіз ақырын оқығансыздар деп ойлаймын.